Баршаңызға сәлем достар. Мен сіздерге бүгін үйде жасауға болатын қарапайым бизнестің бірі интернет-магазин немесе электрондық коммерция деп аталады. Интернет дүкендердің пайда болуымен интернет-дүкенді ашу және басқару өз үйіңіздің ыңғайлығына бұрынғыдан да оңай болады. Жұмысты бастау үшін бірнеше қадамдар болу керек. Соны айтып өтейін. Өз орныңызды таңдаңыз. Қандай өнім түрін сатқыңыз келетінін ең алдымен соны шешіп алыңыз. Бұл сіз құмар немесе нарықта жоғары сұранысқа ие зат болуы міндетті. Екінші, сізге ыңғайлы оптовиктердің зерттеңіз. Тауарды таңдағаннан кейін сізге сатқыңыз келетін өнімдерді ұсына алатын жеткізушілерді табыңыз. Ол үшін, мысалы үшін, Алматыда болсаңыз, өзіңіздің Алматы барахолка базарына барып, оптовиктерді Кенжехан немесе Болашақ базарының артқы жағында оптовиктер тізімі бар, сол жақтан пайдалансаңыз болады. Интернет-магазинді жасаңыз, OLX немесе Каспи магазин, әртүрлі онлайн платформаларды жасауға болады. Бұл платформалар пайдалану оңай және үлкен білімді қажет етпейтін платформа болып табылады. Сол жаққа да өз заттарыңызды салып сатсаңыз болады. Келесі ол төлем және жеткізу әдістерін білуіңіз керек. Қауіпсіз төлемді Каспи Pay осындай орналастырып алып төлем қабылдай берсеңіз болады. Инстаграм немесе Фейсбук сияқты әлеуметтік желілер арқылы дүкеніңізге жарнама, таргет жарнамасын беріп, өзіңіздің затыңызға клиенттерді тартыңыз. Сондай-ақ кең аудиторияға жету үшін ақылы жарнамаларды пайдалануыңыз керек. Интернет дүкенді басқару үйден бастауға болатын тамаша әдіс болып мүмкін. Бұл оңай және аз инвестициямен жасауға болады. Кішкене еңбекқорлық пен адалдық табысты интернет-магазинін құрып, қаржылық еркіндікке жетуіңізге септігін тигізетін болады. Ендеше осы бір бизнес түрін үйде отырып бастап көріңіз. Сәттілік. Каналға ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.